Ыбырай Алтынсарин, өсиет өлеңдер. Жаратты неше алуан жұрт бір құдайым, теңетті бәрімізге күн мен айын. Адамның адам біткен баласымыз, қайсың бөлек тудың деп айырайын. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріне қарасаңыз, өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға барасаңыз. Пайғамбар бұрынғы уақытта дәуіт өткен, патша болып бұл өмірден даңқы кеткен. 30 ұлым бар ғой деп көптік ойлап, Құдайдың 30-ында әлі кеткен. Жылаған дәуіт патша тоба қылып, өзінің пенде екенін сонда біліп, мұнан соң тақ Сүлейман туды дейді, 30 ұлға бір өзін жора қылып. Ескендір патша болып дүниені алған, қалмаған бұл жалғанда ешбір арман. Жалғыз-ақ өлмеске айла табамын деп, ізденіп мәңгі суын соған барған. Мәңгіден су ішкенге өлім болмас, Ескендір мұны сұрап білгені рас. Су әпкел деп жіберді уәзірлерін, уәзірі қасындағы Қыдыр Ильяс. Екеуі барды суға, судан ішті, бір кесе патша үшін және алысты. Енді қайтып жүрелік деп тұрғанда, сол жерде сол адамға көзі түсті. Сұрасты, мұнда отырған неткен жансыз, қарасақ келбетіңе мұсылмансыз. Сонда ол кісі өз жайын баян етті. Мен дағы бір патша едім, еш күмәнсіз. Өлмеске мен досындай талап еттім. Бір күні осы суға келіп жеттім. Әрбіріз уақытында қызық екен, ақыры өз басыма азап еттім.